Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өтетін дәрісіміз идғам мутақарибайн. Идғам мутақарибайн аталуда немесе махражда бір-біріне жақын әріптер. Идғам мутақарибайн дегеніміз не? Идғам мутақарибайн дегеніміз аталуда немесе махражда бір-біріне жақын болған екі әріп бір жерде келіп, алдыңғысы сүкунды болғанда алдыңғысын кейінгісінің ішіне кіргізіп оқу. Бірінші, аталуында бір-біріне жақын болған әріптер. Олар қаф және кәф әріптері. Бірінші, аталуында бір-біріне жақын болған әріптер. Олар қаф және кәф әріптері. Мысалы, әләм нахлуккум деп келген мұна жерде. Қаф сүкунды боп, одан кейінгі кәф әріпі келген. Бұл жерде қаф әріпін кәф әріпінің ішіне кіргізіп, идғам жасаймыз. Әләм нахлуккум деп оқимыз. Екінші, махражда бір-біріне жақын болған әріптер. Олар ләм және ра әріптері. Мысалы, мұна жерде құл рабби деп жазылған. Бұл жерде сүкунды ләмді ра әрібінің ішіне кіргізіп оқимыз. Сонда құр рабби деп оқимыз. Құр рабби. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.